Бұл жасөспірімдерге арналған үздік кітап. Бұл кітапты жазуға қаншама тер, қаншама еңбек, қаншама ресурс кетті. Мен сенімдімін, бұл сенің өміріңді өзгертеді. Кітап 4 бөлімнен тұрады. Әр бөлім адам өмірі үшін маңызды. Өміріңді өзгертетін уақыт келді. Сәлем достар, сәлем. Бүгінгі видео осыған дейін түсіріп келген видеолардың барлығынан өзгеше болады. Бұл видеоның маңызы тек мен үшін және тек сен үшін емес. Бұл видео жалпы қазақтың болашағы үшін өте маңызды. Себебі бүгін біз жасөспірімдерге арналған өте маңызды тақырыпты қозғаймыз. Жасөспірімдерге арналған өте керек кітапты туралы айтатын боламыз. Бұл кітап тек менің ғана емес, тек сенің ғана емес. Бұл кітап қазақ болашағының, қазақ жастарының болашағы. Тіпті керек десең, білім жүйесін де өзгертетін, керек десең, әлемді өзгертетін кітап болмақ. Бұл ерекше видео. Жасөспірім жас адам өміріндегі маңызды жас. Бұл жаста адам болашағының фундаменті қалыптасады. Өкінішке орай, жасөспірім дұрыс ортаға түспегендіктен, дұрыс ұстазға кезіктпегендіктен, дұрыс бір айналада болмағандықтан, кей жағдайда ата-аналардың кесірінен де әлемнің 95% адам сияқты сүйікті емес істе жұмыс жасайды. Өмірі хаосқа толы бола бастайды. Ең сорақысы одан да жамансыз. Есірткі, темекі, арақ, тағы да басқа жаман әдеттерге жақын болып келеді. 5-ші сыныптан бастап парламентте жұмыс жасағанда, мектептің өзін-өзі басқару ұйымында жұмыс жасап бастағанда, маған мынадай сұрақтар көп кездесе бастады. Қалай сүйіктісіңді табамын? Қандай мамандық таңдаймын? Өмірімді қалай жақсы жаққа қарай өзгертемін? Себебі менің өмірім өзіме ұнамайды. Қалай адамдармен қарым-қатынас құрамын? Ата-анаммен қарым-қатынас құрамын? Ұлтқа бір қызмет еткім келеді. Ұлтыма мен не бере аламын дейтін сияқты сұрақтар көбейе бастады. Қалай ақша табамын? Қандай жұмысқа тұрамын? Ең соңында қалай жақсы бір тұлға болып қалыптасамын? Осы сұрақтар көбейе бастады. Шыны керек, оларға айтасың, былай жасау керек, былай жасау керек. Сызып бересің, жазып бересің, көрсетіп бересің, суретін салып бересің, басқасын істеп бересің. Басында көздер жанады. Көздерінде от туындайды, бірақ сол оттары ютубтағы 5 минуттық мотивациялық видеолар сияқты өшіп қалады. Енді осы жағдайда кітапқа керек. Кітаптың бір құдіреті бар. Бұны мен өзімнің өмірімде қолданып көрдім, өзімнің тәжірибеме айта аламын, және де басқа адамдардың да тәжірибесіне айта аламын. Кітап оқыған адам кітапта айтылған ақпаратты автоматты тұрғыда миына кіргіздіре бастайды. Автоматты тұрғыда сол миға сақтала бастайды. Мысалы, бұл көп жағдайда ғылыми кітаптарда болады. Яғни, мысалы, ғылыми кітапты сен тамақ жеуің былай болу керек десе, сен тамақты автоматты тұрғыда бір ізденіп, дұрыс тұрғысынан майлы тамақтардан кішкене арылып, кішкене бір дұрыс салауатты өмір салтын ұстана бастайсың. Тіпті бұл қиялы, фантастикалық кітап болса да, сол кітаптың арқасында сенің қиял тұрғысынан ойын дамы бастады. Сен кішкене одан да ауқымды тұрғыда елестете бастайсың, ойлана бастайсың. Осы уақытқа дейін мен өзімнің миссиямды анықтағанда, менің өмірлік миссиям бұл жасөспірімдердің иманды, патриотты болуына және өзін-өзі дамытуына себепші болу. Осы миссияны анықтағаннан бастап, мен осы миссия аясында қалай жұмыс жасай аламын дедім. Басында контент бастадым. Осы YouTube каналы болды, 2 жылдай болып қалды. Шүкір, Аллаға шүкір. Instagram болды. Тағы да басқа әлеуметтік желілер де болды. Бірақ бір өкініштісі, бір видеоның ішіне, әсіресе YouTube'да, бір видеоның ішіне бүкіл керек ақпараттарды сыйғыздыра алмайсың. Мүмкін емес. Одан кейін курс жасап көрдім. Инфоблогерлер сияқты мен де курс жасап көрдім. Көптеген инфоблогерлер сияқты. Енді біреуінің курсы жақсы, біреуінің курсы жаман. Оған енді оны халықсыздар жасап көрдім. Бірақ бір жағынан қаржы жағынан бағасы қымбаттау, енді курс болғандықтан бағасы қымбаттау болады. Бір жағынан адамдар оған аз келеді, былай қарайды. Кейін не бере аламын? Не бере аламын деген сұраққа кітап жазу деген ой келді. 1 желтоқсан 2023 жыл. Таңертең сағат 5-те тұрып, әр күн кітабымды жаза бастадым. Әр күн. Тез жазып шықтым. Одан кейін оны өзімнің ұстазыма көрсеттім. Сәлем.
кейін ол кісі айтқандай қосатын жерлері бар. Ол туралы да қазір айтып өтеміз бұйырса. Қостық, алатын жерлерін алдық, тағы да редакторлыққа өткіземіз. Одан кейін менің тағы да бір ұстазыма Ләйлә Сайқызы, сәлем, сол кісіге де кітабымды тексерттім. Ең соңында бірнеше рет тексеруден өтіп, бірнеше рет авторлық құқықты тапсырыс беріп, авторлық құқықтан өткізіп, спонсорлар тауып, мектебіме үлкен алғыс айтамын, тауып, ізденіп, ең соңында жасөспірім фундамент атты кітап жарыққа шықты. Бум! Енді барлығын асықпай кітап не үшін бұл жасөспірімдерге арналған үздік кітап екенін айтып өтейік. Кітап 4 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлім бұл өмірді хаостан системаға айналдыру. Біздің өміріміз көп жағдайда хаостан тұрады. Жалпы тек қана жасөспірімдер емес, үлкен кісілердің де өмірі хаостан тұрады. Мысалы, жасөспірімдерде бұл қалай? Таңертең мектепке кетеді, түсте келеді. Түсте келгеннен кейін бір тамағын ішіп алады, одан кейін барады да жұмысқа барады. Жұмысқа барады, үйіне кеш келеді, өте кеш келеді. Таңертең мектепке барады, өте алыс сағат ұйықтайды. Мектепке барғаннан кейін былай отырады. Өкінішті. Өкінішті жай. Ұйқы бұзылды. Тамақ жеу процесі бұзылды, я, дұрыс тамақтану. Тағы да басқа ортасы адамдармен сөйлесуі, бұлардың бүкілі бұзылды. Бұл хаос. Үлкен адамдардың да өмірлері почти солай. Сәл-пәл келеді. Сондықтан бірінші бөлім арқылы өмірімізді хаостан системаға айналдырамыз. Қалай? Бірінші бөлімде қандай нәрселер айтылған? Бірінші бөлімде кітапты аспай көрейік, әр тақырыпта, я. Біріншіден әдет туралы айтып өтеді. Себебі біздің өміріміз автопилоттан өтеді. Яғни автопилот сияқты, автоұшақ сияқты. Біздің өміріміздің 95% біздің әдетімізден құралған. Окей, әдет қалыптастырамыз, әрі қарай кете береміз. Қандай әдеттер қалыптастыратынын әрі қарай айтамыз. Біріншісі ұйқыны түзейміз. Қалай дұрыс ұйықтау керек, қанша сағат ұйықтау керек, қалай ұйқыға дейін, және де бұл жерде тек қана ұйқы процесі емес, ұйқыға дейін мен ұйқыдан кейін, яғни таңертең тұрғанда не істеу керек, дәл осы туралы айтады. Таңғы рутина, кешкі рутина, ұйқының өзі бұл менің өмірімді өзгерткен ең басты әдеттердің бірі. Осы арқылы сенде өмірің ақырындап өзгереді. Бұйырса, одан кейін физикалық жаттығу, яғни қалай тренировка жасау керек, қандай тренировка жасау керек, қандай тренировка сай керек, және де бұл жерде микро, макро, мини сияқты өте құпиялы нәрселер айтылады. Келесі, тамақ, қандай тамақ жеу керек, қалай дұрыс тамақтану керек, қандай тамақтың түрлерін жеу керек, қандай тамақтың түрлерін жеуге болмайды. Осы жөнінде айтылады. Одан кейін керемет сезім, сөзсіз керемет сезім. Кітап, қандай кітап тыңдау керек, қалай кітап алу керек, кітапты қалай дұрыс оқу керек. Менің ішінде бір кеңестерім бар, мынандай кітап оқуға деген сияқты, осы туралы. Келесі, шүкір дәптері, қалай шүкіршілік жасау керек, қалай Алла тағалаға шүкір ету керек, қалай. Одан кейінгі тақырып фрик мод, ол сөзсіз керемет. Өмірге қолданса, сен жаңа деңгейге шығатын боласың. Келесі, орта. Біздің өміріміздің ортаға толықтай байланысты, әдет сияқты бұл ортаға толықтай байланысты. Қалай досы дұрыс таңдау керек, досты қалай табу керек, достардың түрі жайында және де әрбір бөлімнің соңында қорытынды жер бар. Қорытындыда мен былай жазамын. Адам өмірінде 3 еркіндіктің түрі бар. Бірінші еркіндік, материалды еркіндік. Адам өмірінде енді негізгі 3 басты, дәл қазіргі кезеңдегі 3 басты еркіндік. Біріншісі материалды еркіндік. Сен кез келген нәрсені, қалаған нәрсені сатып ала аласың. Екінші еркіндіктің түрі бұл физикалық еркіндік. Сен қалаған жерден қалаған жерге ауыса аласың. Көше аласың, бұл саған проблема емес. Және де үшіншісі бұл уақыт еркіндігі. Сен қалаған уақытта демаласың, қалаған уақытта жұмыс жасайсың. Бірақ бұл 3 еркіндікке жету үшін ең маңызды, ең биігінде тұратын, ең басты еркіндікке жету керек. Бұл еркіндік ішкі еркіндік. Яғни сенде прокрастинация, сенде еріншектік, сенде тағы да басқа бір зиянды нәрселер болмау керек, жағымсыз нәрселер болмау керек. Сен әдет қалыптастыра алу керексің. Бірінші бөлім арқылы сен ішкі еркіндікке жетесің, ал ішкі еркіндік арқылы әрі қарай кете береді. Кеттік. Екінші бөлім мен кіммін бөлімі. Мен кіммін. Бұл бөлімде өте маңызды нәрсе айтады. Мысалы, Марк Твен айтқан.
Марк Твен деген америкалық жазушы, философ дейміз ба, сол кісі айтқан. Адам өмірде екі маңызды күн бар. Біріншісі өмірге келген күн, екіншісі не үшін келгенді анықтаған күн. Екінші бөлім арқылы адам өмірде екінші маңызды күн анықтайды. Өмірге не үшін келгенді, миссия жөнінде. Қалай мақсатты қою керек, қалай мақсатқа жету керек, қалай мотивацияны жоғарғы тұрғыда алу керек, қалай визуализация жасау керек, қалай болашақ картинаны құру керек, қалай икигайды, қалай мамандықты таңдау керек екені екінші бөлімде айтылады. Үшінші бөлім достар, қаржылай сауаттылық бөлімі. Қандай жұмыстарға тұру керек? Қазіргі арамызда, яғни тек қана официант курьерден ғана шектеліп қалмау үшін қандай шынымен де бизнес бастау керек? Қалай өзінің ең кереметі ақшаны қалай жарату, ақшаны қалай табу, бірақ ең кереметі өзінің сүйіктісінің арқылы қалай ақша табу керек екені айтылады. Және де төртінші бөлім. Бұл бөлімде Нұржан Жетіғайдың ұсынысымен қосқан болатынбыз. Өте керемет, алғысын шексіз Нұржан Жетіғайға. Төртінші бөлім жанның тәрбиесі. Жанның тәрбиесі. Ең маңызды бөлім. Осының ішінде ең маңызды бөлім. Қалай адамдармен сөйлесу керек? Көркем мінезі болу керек. Қалай ата-анаға қызмет ету керек, қалай ұлтқа қызмет ету керек. Ішкі рухани факторларды қозғайтын төртінші бөлім. Төрт бөлімді өмірге қолданған адам өмірі бұрын сондай болмайды. Және сенің кітабың не туралы? Сенің кітабында не туралы айтылған десе, мен мынаны айтатын. Бұл мектепте үйретілмейтін әр жасөспірімге керек білім. Алайда мұнайма, бұл кітап сенің мектебіне айналады. Yes. Бұл кітап шынымен де сенің мектебіне айналады. Осы кітап арқылы мен өзімнің бір өмірлік миссиямды жасай алдым деп ойлаймын. Яғни миссия ол әр күн сайын болатын нәрсе. Тым болмаса шынымен де әрекет ретінде көмектесе алдым деп ойлаймын. Бірақ ең бастысы, сен бұл кітап арқылы өзің өміріңді өз қолына алатындай, өзіне деген жауапкершілікті алатындай, шынымен де Мағжан атамыз сенген жастар болатындай кеңес айта аламын. Арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, қырандай күшті қанатты мен жастарға сенемін. Иман күшті оларда мен жастарға сенемін. Бұл кітап Мағжан атамыз сенген жастарға арналады. Сол Мағжан атамыз сенген жастар болып шығатындай кітап деп айтсам қателеспеймін, сенімдімін. Ал егер де бұл кітапты оқып жатқан, бұл кітапты көріп жатқан ата-аналар болса, ұстаздар болса, я үлкен кісілер болса, жасөспірімдерден басқа, кітабының соңында мынандай бір сөз бар. Ахмет Байтұрсынұлының жастардың оқу тәрбие жұмысы түзелмей, жұрт ісі түзелмейді. Жастарымызды түзесек, елімізді түзегіміз келсе, кітапты алып, жасөспірімдерге дұрыс фундаментті қалыптастыра алайық. Кітапты тапсырыс беру үшін мені Инстаграм желіме жазыңыздар. Бағасы небәрі 1500 теңге, небәрі 1500 теңге, небәрі 1500 теңге. Бірақ 1500 теңгелік азақ қана 80 беттей ғана тұратын кітапты алып, болашақта миллиондаған табыс алып келетіндей, миллиондаған сауап алып келетіндей, енді сауап жағынан Алла тағаланың өзі ғана біледі, бірақ табыс жағынан миллиондаған табыс алып келетіндей, және де басқаларға да пайдасын тигізетіндей кітапты небәрі 1500 теңгеге аласың. Достар, үлкен рахмет. Бұлардың барлығы сіздердің арқаларыңыз. Енді кеттік. Бұл қазақ профессор. Келесі видеода кездескенше.